Бағдаршамның тарихы 1868 жылы 9 желтоқсанда Ұлыбританияда басталған. Инженер Джон Пик Найттың өнертабысы Лондон көшесінде Британ парламентінің жанында алғаш рет пайда болған. Теміржол семафорларының маманы ретінде Джон бағдаршамға Британияның теміржол семафорларымен бірдей түстерді таңдады. Пойыздар үшін қызыл, жасыл және ақ шамдар пайдаланылса, рельссіз көліктерге ақ шам қажет емес деп алынып тасталды. Бағдаршамның екі жұмыс режимі болды: күндізгі және түнгі. Күндізгі уақытта ерекше көрсеткіштер жұмыс істеген. Егер көрсеткіш көлденең күйде болса, қозғалысқа тыйым салынған, ал шамамен 45 градус деңгейде болса, көлікке сақтықпен жүруге рұқсат етілген. Түнгі режимде айналмалы газ шамы пайдаланылған. Оның көмегімен қызыл және жасыл сигналдар берілген. Бұл механизмді жақын маңдағы полиция қызметкері қолмен басқарған. Алайда бұл бағдаршамның жұмысы 1 жылға ғана созылды. Себебі бір түні ол жарылып кеткен. Газ шамы шамамен 6 метр биіктікте болғанына қарамастан, осы оқиғадан полиция қызметкері зардап шеккен. Құрылғы сенімсіз деп танылып, оған тыйым салынды. Келесі бағдаршам пайда болғанша жарты ғасырға жуық уақыт өтті. Алғашқы бағдаршам ұзаққа созылмағанына қарамастан, ол жүйенің дамуына үлесін тигізді. Алғашқы бағдаршамдардың басты кемшілігі оларды басқару үшін адам қажет болды. Мұндай жағдайда қалалардағы көптеген көшелерді бағдаршаммен қамтамасыз ету мүмкін болмады. Сол себепті өнертапқыштар өз күштерін жол қозғалысын реттейтін автоматты құрылғылар жасауға бағыттады. Мұндай алғашқы жүйені 1910 жылы патент алған Эрнст Сирин жасаған деп есептеледі. Осылайша ол тоқта және жүре бер деген жазулары бар белгілер жүйесін қолданған. Бұл жүйеде жарық пайдаланбағандықтан, оны қараңғыда қолдану қиындық тудырды. Заманауи түрдегі бағдаршамды 1912 жылы Солт Лейк Ситидің полиция детективі Лестер Вейер жасады. Ол электр қуатымен жұмыс істеп, жасыл және қызыл түсті екі дөңгелек шамнан тұрды. Алайда Вейер өз өнертабысын патенттеген жоқ. Алайда қала көшелерінде бағдаршамдарды жаппай пайдалану 1914 жылы 5 тамызда Кливлендте American Traffic Signal компаниясы 4 сигналды бағдаршам орнатқан кезден басталды. Бағдаршамдар 105 көше мен Евклид даңғылының қиылысында орнатылды. Ол бағдаршамды Джеймс Хок жасады. Бұл бағдаршамда да екі электр шамы болды. Шамдардың түсі ауысқан кезде дыбыстық сигнал шығарылатын. Бағдаршамның жұмысын қиылыстағы арнайы дөңгершікте отыратын полиция қызметкері басқарды.
Бізге таныс үш түсті бағдаршам 1920 жылы Нью-Йорк пен Детройт көшелерінде пайда болды. Ол бағдаршамды Джон Харрис пен Уильям Потс жасады. «1920 жылғы бағдаршам, Вудворд даңғылы, Чикаго. Бесінші авеню, үш түсті сигнал мұнарасы, Нью-Йорк. «1925 жылғы үш түсті бағдаршам. Еуропа бағдаршамдарды орнату бойынша ақштан біршама артта қалды. Еуропада алғашқы электрлі бағдаршам 1922 жылы Францияда пайда болды. Ал Англияда бұл құрылғы тек 1927 жыл ғана орнатылды. Берлин, Германия. Үш түсті сигнал мұнарасы. Қазіргі бағдаршамдар өте күрделі. Заманауи бағдаршамдар жарық шамнан, бағдаршам сигнал контролерінен, сондай-ақ көлік сенсорларынан тұрады. Заманауи бағдаршамдарды жол жағдайына сәйкес қозғалыс бағыттарын таңдайтын және синхрондайтын компьютер басқарады. Бағдаршамдарды дамытудың келесі деңгейі жол қозғалысын басқарудың барлық функцияларын өз мойнына алатын жасанды интеллектті дамыту болып табылады. Көргендеріңізге рахмет. Арнаға жазылып лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.